Кедей адам сияқты ойлау. Байлар мен кедейлердің ойлау ерекшелігі екі түрлі. Бұлардың ойлау жүйесіндегі айырма жер мен көктей. Материалдық байлық ең басты құндылық емес екені анық. Дегенмен материалдық қажеттілікті қанағаттандыру үшін ақша керек екенін де жоққа шығара алмаймыз. Жағдайыңыз жақсы болса, көңіліңіз тоқ болады. Ештеңеден тарықпай баршылықта өмір сүрген жақсы. Егер бай адам сияқты ойлап үйренсек, өмір сүру деңгейімізді де біршама жақсарта алады екенбіз. Ал кедей адамның ойымен ойланатын болсақ, бәрі сол қалпында қала бермек. Әдетте тұрмыс тіршілігі жұтаң кедей адамдар ештеңені зерттеп жатпайды, дамуды ойламайды. Ал бай адамның ойымен жүретіндер күнде бір тың ақпаратпен танысып, зерттеп жаңа бірдеңе білуге ұмтылады. Жаңа мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысады. Кедей үнемі жақсылықты өзгеден күтеді. Мемлекеттен, қоғамнан, жұбайынан, тағысын тағы. Бірақ қонаққа барғанда тегін сарақты алып кетуді, сапасы көңіл көншітпейтін затты арзан бағаға ала салуды ойлап тұратын адам қалай байымақ? Осындай нәрселерге бай емес кедей үйіргеледі. Ендеше кедейлікке сүйрейтін әдеттерден арылуды ойлау керек. Кедейлікке жетелейтін әдеттердің сипаты қандай? Бірінші, өткенге көп оралып, артына көп қайрылатын жандар. Қазіргі шақта өмір сүру орнына өткенімен өмір сүретін адамдар. Мұндай адамдар өткенін көп еске алады, бұрынғы қателіктерінен сабақ алмайды. Оларды тура сол қалпында қайталауға бейім келеді. Алға жылжымайды, дамымайды, бір шеңбер бойымен жүгіре береді. Айналып келіп бір қателікті қайталай беретіні де содан. Екінші, жүрген жерінде үнемі акция, жеңілдік іздеп шарқ ұратындар. Ондай адамның ойы әйтеуір біреуден сыйлық алып қалсам, тегін бірдеңеге ие болып қалсам деген пайдакүнемдіктен аспайды. Өйткені ойлау жүйесі соған құрылған. Ойда жоқта кішкене олжалы болып қалса, тақиясын аспанға атып, онымен бар жыртығы жамалып қалатындай, ойы қуанудан арыға аспайтын адамдар әдетте өмір бойы солай оңай олжа іздеп жүре береді. Көп адамның үнемдеймін деген оймен ақшасы жетіп тұрса да, кез келген заттың ең арзанын сұрайтын әдеті түпкі санасында өсуге емес кедейлікке апаратын жол. Кез келген нәрсенің арзанын іздеп жүретін адам байлыққа қайтып қол жеткізбек. Үшінші, бейсанасы кедей адамдар барлық қиындықтың бастауы да, кез келген проблеманың шешімі де тек ақшада деп ойлайды. Сол арқылы ақшаға өзінен де биік мәртебе беріп, бәрінен жоғары қойып, өзін оған бағынышты етіп қою қате түсінік. Бұл кедейліктен арылуға көмектеспейді. Ондай адамдарға қандай ақыл-кеңес айту, тығырықтан шығар жол көрсету бекер. Өйткені ой оған ақша керек, ақшаң болмаса қалай істейсің деген жауабы дайын тұрады. Бәрін ақшаға байлап қояды. Ақшаң жоқ болса, демек ешқандай мүмкіндік те, жол да жоқ дегенді санасына құйып алған, ойы одан арыға бармайды. Төртінші, кедейліктен құтылуға мұрша бермейтін тағы бір жаман әдет, еш мақсатсыз, еш жоспарсыз жүру. Естеріңізде болсын, нақты тайға таңба басқандай анық мақсаты жоқ адам негатив пен жаман ойдың шырмауына тез түседі. Жаман ой мақсатсыз адамды жақсы көреді. Ал мақсаты жоқ адам ескексіз қайық іспетті. Саналы адамның нақты мақсаты, соған сай жоспары болу керек. Болмаса бірінші кезекте сол адамның өзі үшін қауіпті. Бесінші, денсаулығына дұрыс көңіл бөлмейтін, өзінен ақша аяйтын жандардың да байлыққа қол жеткізуі қиын. Көп адам уақыт пен ақша сияқты құндылықтардың орнын ауыстырып алып жатады. Уақыт деген ешқашан қайтып келмейтін, көзді ашып жұмғанша өте шығатын шектеулі һәм бағалы құндылық екен ерекше айтқым келеді. Ал ақша қолдың кірі. Бірде бар, бірде жоқ. Кеткен ақшаның орнын толтыруға болар. Ал уақытты кері қайтару мүмкін емес. Соған қарамастан көпшілігіміз уақытты емес ақшаны үнемдеуге тырысып, қаржылай шығыннан қорқамыз. Құндылықтар пирамидасын жасап, маңызы мен құндылығына қарай дұрыс бөліңіз. Ақшаңызды тән саулығына қимай жүргенде уақыт өтіп кетіп, кеш қалмауды ойлаңыз. Денсаулығы сыр берген адам жұмыс істеп ақша таба алмайтыны белгілі. Сондықтан бірінші кезекте деніңіздің, жаныңыздың саулығына назар аударыңыз.
денсаулыққа, білімге, дамуға, жалпы сапалы өмірге жұмсаған ақша өзіңізге құйылған инвестиция екенін есіңізден шығармағайсыз. 6. Түпкі санасында кедей адамдардың тағы бір жаман әдеті – ренжу, өкпелеу. Өзгеге жиі ренжіп, өмірге шағым айтып, сәтсіздігі мен бақытсыздығы үшін кінәні басқадан іздейтін жандар қалайша бай болмақ? Жеке басының қауқарсыздығы, тұлға ретінде қалыптаса алмағаны, бақыт таппағаны, жолы болмағаны үшін кінәні өзінен емес, өзгеден іздеу, тіпті болмаса мемлекетті, билікті, ақыр аяғында тағдырды кінәлау, адамды өсіретін емес, өшіретін әдет. Егер бойыңыздан осы әдетті байқасаңыз, онда сіздің түпкі санаңызда кедейшілік түсінігі үстемдік етіп тұр деген сөз. 7. Шағым айтқыш, ештеңеге көңілі толмайтын жандар да кедей адамдардың қатарына жатады. Олардың ұраны бәрі жаман, бәрі дұрыс емес. Мұндай адамдардың шүкіршілігі аз болады. Өмірге разы емес адам бәрінен кемшілік тауып ала береді. Позитивті байқамау, тек негатив теру жақсы әдет емес. Адамдарға алғыс айта алмаған адам Алланың берген нығметтеріне де шүкіршілік ете алмайды деп келетін хадисті үнемі есте сақтаңыз. Өзіңізге көрсетілген сый, құрмет, ілтипат, көмек немесе қандай да бір жақсылықты еш қызғанышсыз мойындап дұрыс бағалай білсеңіз, адамгершілігіңіз артады. Жақсы сөзді көп айтасыз ба, әлде керісінше бейәдеп сөйлеуге, жаман сөз айтуға бейімсіз бе? Кей адамнан жағдай сұрай қалсаң, ауырып жүрмін, жолым болмай жүр, ісім оңбай қойды деген сарындағы жауап аласың. Олар бұлай жауап беру әдетке айналып кеткенін байқамайды да. Ал біздің дінімізде бастарыңдағы қиындықты мүмкіндігінше басқалардан жасырыңдар, көмекті әуелі Алладан сұраңдар дейді. Ендеше бөтен адамға өзін сорлы, бейшара етіп көрсетіп, жыламсырап сөйлейтін жаман әдеттен құтылған жөн. Ешкім сіздің жағдайыңызды жасап бермейді, мәселеңізді шешпейді. Ал ұдайы шағымдана беру адамды төменге, яғни кедейлікке сүйрейді. Ауру қалса да әдет қалмайды, дейді қазақ. Жақсы әдет қалыптастыра білген адамның табысқа жету мүмкіндігі зор. Сол үшін сіз түпкі санаңызда қалыптасқан кедейліктің әдеттерін көп жасап жүрсіз бе? Жоқ, байлыққа апарар жақсы әдеттерді жасап жүрсіз бе? Міне осы нәрсеге бір сәт ой жүгіртіп саралап көріңіз. Алдымен мойындай білуде ерлік. Бойыңыздағы түкке тұрғысыз сізді одан сайын кедейлікке сүйрейтін әдеттерді түсініп, мойындай білу, олардан арылу жолындағы алғашқы қадам болмақ. Өзінен қашқан адам өзін тани алмайды. Ал өзін тани алмаған адамның бұл өмірде орнын табуы екіталай. Кедей адам ақша табу өте қиын деген түсінікпен өмір бойы табысқа жету үшін өзін қинап мәжбүрлеумен уақытын өткізеді.